Сәлем достар, үй жағдайында ешқандай таразы, миксерді қажет етпейтін, өте оңай жасалатын, бар болғаны осындай стакан, бокалдарыңыз, кеселеріңіз болса, сонымен жасалатын торт дайындаймыз. Мен барлығын осы бокалмен өлшеп аламын. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды қосып, бокалымыздың жартысына қант қосып, осылай екеуін бірге қантымыз ергенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың массасы 2 есеге ұлғаяды. Осындай ақ түске айналғанша осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір бокал айранымызға бір шай қасық содамыз қосып араластырамыз. Мен сіздерге осы бокалмен көрсетіп алдым. Бірақ бұлай жасап жүрмеңіздер, өйткені сода қосқаннан кейін көлемін 2 есеге ұлғайтып, біздің айранымыз тасып кетеді. Мен осылай өлшеп көрсетіп алғаннан кейін осылай кесеге құйдым. Осылай көлемі 2 есеге ұлғайды, өзі реакция берді. Одан кейін біз жұмыртқамыз үстіне қосамыз. Оның үстіне кішкене ғана сұйық май қосамыз. Сұйық май бокалдың ең түпкі жағынан осы кішкене ғана құйсаңыздар да жеткілікті. Жақсылап араластырамыз. Толық қантымыз ереді. Ергеннен кейін өлшеп алған бокалымызға ұнымызды қосып, мен осы ыдысқа салып қойдым. Барлығын сол бір бокалмен өлшедім. Оның үстіне 2 ас қасық какаомыз қосамыз. Менен какаоны көбісі сұрайды, қандай какао қолданасыз деп. Мен Рахат фирмасын қолданамын, өйткені оның дәмі кәдімгідей шоколадтың дәміндей болып шығады. Қатты ащы да емес, өте дәмді. Сол үшін осыны пайдаланамын. Біздің массамызға осылай аз мөлшерден сала отырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Мінекей қараңыздар, дәл осындай сұйықтық болып шығады. Осы тұста пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште қолданамыз. Достар, менде кішкене форма болмағандықтан мен осылай кальциумға фольганы орап жасайтын болдым. Егер кішкене формаларыңыз болса, соған пісіріп алсаңыздар болады. Өйткені менде тек кішкене бокалмен ғана өлшедім. Егер үлкен кесемен өлшейтін болсаңыздар, сіздердің торттарыңыз одан да үлкенірек, биік болып піседі. Ал бізде тортты үйдегілер көп ұнатпағандықтан мен осылай кішкене ғана қылып жасадым. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін толық суығаннан соң аласыздар. Суымай жатып, өзі формасын алуға болмайды. Неге осы кішігірім ғана біздің коржымыз дайын болды. Мен осы коржды теңде 3 бөлікке бөлдім. Осы керек емес жерін бөлек алып қойдым, өйткені бетін әсемдеуге керек болады. Енді біз кремін дайындаймыз. 20% қаймақ міндетті түрде. Кішкене ғана бөлігін алып қалдым да. Енді креміне көз мөлшермен қоса бересіздер. Оған 4 ас қасық вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің тортымызды жинаймыз. Әр коржға 4-5 ас қасық кремімізден салып, осылай корждарымызды жинап шығамыз. Бұл жерге ешқандай сироп құюдың қажеті жоқ коржға, өйткені онсыз да біздің корждарымыз жұмсақ болып дайын болады. Осылай жан-жағына жақсылап шыққаннан кейін кремдерімізді осылай қалған коржбен әсемдеп шығамыз. Кемінде холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз, кремдері жақсылап сіңу үшін. Осылай малинамен дайындап әсемдеп шықтым. Мен түнде дайындадым, таңертең біздің тортымыз дайын болды. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ қылып кесіліп жатқаны, өте жұмсақ. Балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай магазиннен торт сатып алмай, үй жағдайында үйдегі бар заттардан осындай керемет болып шығатын торт дайындап беріңіздер. Ауызда еритін торт жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққан. Әсіресе шоколадты жақсы көретін адамдарға таптырмас торт болып саналады.